Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде қазақ тілінің грамматикасы атты қосымша сабағы. Дәптерлеріңізді ашып, күннің жадымен тақырыпты жазып қойыңыздар. Балалар, біз өткен сабақтарда дыбыс және әріп, дауысты және дауыссыз дыбыстардың жасалуы, олардың түрлері және емлесімен танысқан болатынбыз. Ал бүгін бізде жаңа тақырып буын және тасымал. Бүгінгі сабақтан меңгеретіндеріңіз буын түрлерін ажырату, сөзді дұрыс тасымалдап білу. Балалар, қазақ тілінің бірнеше саласы бар. Фонетика, лексика, сөз жасам, морфология және синтаксис. Осының ішіндегі фонетика саласы мінекей мынадай мәселелерді қарастырады. Яғни мынадай тақырыптарды фонетика саласы оқытады екен. Олар дауысты дыбыстар, дауыссыз дыбыстар, буын, тасымал, екпін, үндестік заңы және орфография, орфоэпия. Орфография сөздерді дұрыс жазу, орфоэпия сөздерді дұрыс айту өнері. Осы тақырыпшалардың ішінде біз дауысты және дауыссыз дыбыстарды өткен сабақтарда өттік. Ал бүгін буын мен тасымалды қарастыратын боламыз. Балалар, буын сөздегі дауыс толқыны. Яғни буын бұл дауысты дыбысқа негізделеді. Сөзде қанша дауысты дыбыс болатын болса, сонша буын болады екен. Мысалы, алақай сөзінде 3 дауысты дыбыс бар. Яғни бір А 3 рет кездесіп тұр. Яғни бұл сөзде 3 буын бар деген сөз. А-ла-қай. Балақан сөзі. Сөзде 3 дауысты дыбыс бар. Яғни 3 А бар. Яғни бұл сөзде 3 буын бар деген сөз. Ба-ла-қан. Жер сөзі. Сөзде бір ғана дауысты дыбыс бар. Ол Е дыбысы. Яғни бұл сөздің өзі тұтастай бір буын болады екен. Жер. Балалар, буынның мынадай түрлері бар. Ашық буын, тұйық буын және бітеу буын. Буынның осылай 3 түрі бар. Ал бұл буындардың жасалу жолдары мінекей мынадай. Ашық буын, балалар, дауыссыздан басталып, дауыстыға аяқталады, немесе тек қана дауысты дыбыстың өзінен тұруы мүмкін. Мысалы, А-ға. А ашық буын, себебі тек бір ғана дауыстыдан тұр. Ға ашық буын, дауыссыз Г дыбысынан басталып, дауысты А дыбысына аяқталып тұр. Немесе ша-на-ны. Ша дауыссыз Ш дыбысынан басталып, дауысты А дыбысына аяқталып тұр. Яғни ашық буын. На дауыссыз Н дыбысынан басталып, дауысты А дыбысына аяқталып тұр. Ашық буын. Н дауыссыз Н дыбысынан басталып, дауысты Ы дыбысына аяқталып тұр. Яғни бұл да ашық буын екен. Келесі бітеу буын. Балалар, бітеу буын дауыссыз дыбыстан басталып, дауыссыз дыбысқа аяқталады. Яғни екі жағда дауыссыз дыбыс болады. Мысалы, бал сөзі. Дауыссыз Б дыбысынан басталып, дауыссыз Л дыбысына аяқталып тұр. Мектеп. Буынға бөлгенде мек-теп. Бірінші буын мек. Дауыссыз М дыбысынан басталып, дауыссыз К дыбысына аяқталып тұр. Яғни бұл бітеу буын. Ал келесі екінші буын теп. Бұл дауыссыз Т дыбысынан басталып, дауыссыз П дыбысына аяқталып тұр. Яғни бұл да бітеу буын екен. Яғни балалар, бітеу буын дауыссыздан басталып, дауыссызға аяқталады екен. Келесі буынның түрі тұйық буын. Тұйық буын, балалар, керісінше дауысты дыбыстан басталып, дауыссызға аяқталады екен. Мысалы,
ат. Дауысты а дыбысынан басталып, дауыссыз т дыбысына аяқталып тұр. Немесе ант. Дауысты а дыбысынан басталып, дауыссыз т дыбысына аяқталып тұр. Яғни бұл буындардың жасалу жолдарын балалар міндетті түрде естеріңізге сақтап, жаттап алыңыздар. Мысалы, арғымақ, алаш, арбакеш, кереге, ата сөздерін талдап көрейік. Балалар, бір сөздегі буындар бірыңғай ашық буын болатын болса, онда ол сөз ашық буынды сөз деп аталады. Ал сол сөздің ішіндегі буындар бірыңғай бітеу буын болатын болса, ол сөз бітеу буынды сөз деп аталады. Келесі, сөздің ішінде бірыңғай тұйық буындар болатын болса, ол сөз тұйық буынды сөз. Ал немесе ашық буын, бітеу буын, тұйық буын араласып келетін болса бір сөздің ішінде, немесе ашық пен бітеу, тұйық пен ашық, тұйық пен бітеу буындар араласып келетін болса, ол сөз аралас буынды сөз деп аталады. Мысалы, арғымақ сөзі 3 буынға бөлінеді. Ар-ғ-мақ. Ар тұйық буын, ғ ашық буын, мақ бітеу буын. Яғни бұл жерде тұйық буында, ашық буында, бітеу буында араласып келіп тұрғандықтан, бұл сөз аралас буынды сөз деп аталады. Арбакеш. Бұл сөзде 3 буын бар. Ар, ба, кеш. Енді осы буындарды жеке-жеке талдайтын болсақ, ар тұйық буын, ба ашық буын, кеш бітеу буын. Буындар бір сөздің ішінде әртүрлі буын араласып келіп тұрғандықтан, бұл сөз аралас буынды сөз деп аталады. Келесі, кереге, ке-ре-ге. Буындарды жеке-жеке талдайтын болсақ, ке ашық буын, ре ашық буын, ге ашық буын. Яғни сөздің ішіндегі буындардың барлығы да ашық буын болғандықтан, бұл сөз ашық буынды сөз деп аталады. Балалар, дәл осылай, мінекей бірінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Дәл осы талдау бойынша көлік, шағала, қарбыз сөздерін буынға жіктеп, буын түрлерін ажыратыңыздар делінген. Бұл тапсырманың дескрипторы буынға бөліп жазады. Бірінші мінекей, дәл осылай буынға бөліп жазып аласыздар. Келесі, қандай буынды сөз екенін анықтайды. Әр буынның буын түрін ажыратады. Дәл осылай 3 сөздің буын түрлерін анықтап жазасыздар. Келесі балалар, біздегі келесі бір тақырыптың түрі тасымал. Тасымалды сіздер білесіздер. Сөздің сыймай қалған бөлігін келесі жолға жазу үшін бізде тасымал қолданылады. Яғни біз қалай тасымалдаймыз? Сөздер қалай буынға бөлінеді, солай тасымалданады. Мысалы, кереге сөзі 3 буынға бөлінеді, ке-ре-ге. 3 буынға бөлінген сөз 2 жолмен тасымалданады. Яғни ке-реге деп тасымалдасақ болады, немесе кере-ге деп тасымалдасақ болады. Тағы бір сөзге мысал, алпамыс сөзі. Алпамыс 3 буынға бөлінеді, ал-па-мыс. Яғни бұл сөз 2 жолмен тасымалданады. Ал-памыс немесе алпа-мыс деп келесі жолға жазуымызға болады екен. Мынадай жағдайда тасымалдауға болмайды. Бұл жағдайларға міндетті түрде назар аударыңыздар. Тек бір дауыстыдан тұратын ашық буынды тасымалдауға болмайды екен. Ата сөзінде а-та деп буынға бөлінетін болса, бірақ а-та деп тасымалдауымызға болмайды.
яғни жалғыз буынды сөзді, жалғыз дыбысты дәптердің мына жағына тастап кетуімізге болмайды екен. Немесе армия сөзінде армия деп бөлінсе буынға, армия деп тасымалдауымызға болмайды. Жалғыз дауысты тасымалданбайды екен балалар. Оған қоса бір ғана буыннан тұратын сөз тасымалданбайды. Бір буынды сөздерді ешқашан тасымалдамаймыз. Мысалы, қант, төрт, бұлт, ат, серт сияқты бір буыннан тұратын сөздер тасымалданып жазылмайды. Үшінші жағдай, қысқарған сөздер тасымалданбайды. Яғни, ұзақ сөздерді сөздің бірінші әріптерінен қысқартып алынған сөздер, яғни тмд деген, қаз-оу деген сияқты сөздер ешқашан тасымалданбайды. Төртінші жағдай, қысқарған өлшем бірлікті санынан айырып жазуға болмайды. 15 деп дәптердің соңына келесі жаққа сантиметр деп бөліп жазуға болмайды екен. 15 сантиметр 20 килограмм деп бірге жазылады. Бесінші жағдай, адам атының қысқартылған әрпін фамилиясынан айырып жазуға болмайды. Дәл осы күйінде Ж Жабаев, М.О. Әуезов деп бірге жазамыз. Мінекей бұл жағдайларды балалар дұрыс, сауатты жазу үшін міндетті түрде есте сақтаңыздар. Екінші тапсырма осы тасымал тақырыбына арналады. Алдарыңызда берілген, тасымалданған сөздер берілген. Осы сөздерден дұрыс тасымалданбаған сөздерді теріп жазыңыздар. Яғни бұл сөздердің ішінде дұрыс тасымалданған сөздер де бар, дұрыс тасымалданбаған сөздер де бар. Ол үшін жаңа алдыңғы ережені міндетті түрде естеріңізге сақтауларыңыз қажет. Ендеше балалар, сіздерге тапсырма орындауға сәттілік. Тапсырманы орындап болғаннан кейін міндетті түрде мұғалімге жолдаңыздар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау